Қызым, ертеде бір ана өзінің қызына өсиет айтқан екен. Сол өсиетті мен де саған айтқым келіп отыр. Біріншісі, әнна болма, меншіл, өзін ғана ойлайтын, эгоист. Мәнна болма, міндетшіл, істеген ісін міндет қылып, мен өтпегенде, мен істемегенде, сен кім едің, өйтіп қалар ең, бүйтіп қалар ең, мен саған өткізгенім бар деген секілді. Үшіншісінде, ханна болма, яғни біреу бір жақсылық істеп жатса, бұрынғыны еске алып, әкесін немесе басқа біреуді айтып, ол бүйтетін еді, ол былай істейтін еді, сен былай істей алмайсың деген секілді бетіне басып қанағатсыздық танытып. Сөзін жалғап, ана қызына хаддақа болма деп, көрсе қызар, көрген нәрсесіне қызығып, керек болсын болмасын ала бер. Баррақа болма депті, жылтырақ құмар, жылтыраған нәрсенің бәріне құмартып, ол оған қажет па, қажет емес па. Ең соңғысы шаддақа болма депті. Шаддақа дегеніміз білімі болсын болмасын, сол сөзге қатысы болсын болмасын араласып кете беретіндер болады. Бір жерде бір тақырып қозғалып отырса, әйтеуір біреуден естігенін, қисыны, келсін, кемесін сол жерге араласып, кірісіп кете беретін адамдар болады. Осы ананың қызына айтқан дүниелерін мен де саған айтқым келеді, қызым. Осы 6 қисық қылық сенің ойыңнан табылмаса екен деймін.